Сәлем. Голливудтағы сиквелдар машинасы менің бала кездегі сүйіп көретін фильмдерді ары қарай зорлап жатыр. Мумияны зорлап тастады, мысалы Индиана Джонсты зорлап тастады, жұлдыздар соғысын зорлап тастады. Енді міне Гладиаторға жетті, соны талқылайық. Гладиатордың бірінші бөлімі 2000 жылы шығып, сол кездің ең атышулы тұсаукесерлерінің біріне айналды. Ридли Скоттың режиссурасы, Ханс Циммердің әйгілі композициялары шіркін. Оған қоса Хоакин Феникс пен Рассел Кроу аттары үлкен қауымға танылды. Кроу тіпті Оскар алып кішкене құтырып кеткені бар, жоғарғы бұрыштағы сілтемеде ол туралы айтып кеткенім бар. Бірінші Гладиатор ол үлкен империяда орын алған шағын бір трагедия. Яғни Максимус өз өмірінен жоғары көрген отбасынан айырылады да, соларға кек алмақшы болады, соларды өлтірген адамдардан. Және сол кегі туралы үлкен бір трагедия көрсетілген. Фильмнің басты сахнасы да естеріңде ғой. Есімім Максимус Децим Мериди, солтүстік әскер қолбасшысы, Испан легионының генералы, нағыз император Марк Аврелийдің адал қызметшісі, өлтірілген ұлдың әкесі, өлтірілген әйелдің күйеуі. Осы немесе о дүниеде олардың кегін алам. Осындай өте түсінікті, жаңағы жанға жайлы, ер мінезді, нағыз адал кейіпкер миллиондаған адамдардың жүрегін жаулады. Сөйтсек, осы сиквелден білдік, ол да жай ғана пенде екен ғой, ол да кішкене сол жаққа қарайтыны бар екен. Екінші бөлімнің басты твисттерінің бірі Луций Максимустың баласы болып шығады. Максимус тіпті өлер алдында Луцийді уайымдап хал жағдайын сұраған екен. Бұнысы бірінші бөлімдегі Максимустың беделін, жаңағы фильмнің басты сахналарындағы драмасын, фильмнің соңындағы Максимустың өз отбасымен о дүниеде қосылғанын бәрін жоққа шығарады да, ең бір жүрекке тиетіні, көңілге тиетіні бұл твисттің түк мәні жоқ негізі. Луций Максимусқа қатысы болмаса да императордың ұрпағы. Максимуссыз ақ соғысты көрген бала. Максимустың ерлігін көрген бала. Ұлы болмай-ақ Максимусқа еліктесе де болар еді. Жоқ, алдыңғы бөлімдегі басты кейіпкерді кино тарихындағы ең түсінікті бір кейіпкерлердің бірін бычтын шығарып жіберу керек та, оның орнына жаңа қаһарманды қою керек. Максимустың Марк Аврелийді құрметтегені қайда, қызымен жата салады екен да, ол да. Отбасына деген махаббаты қайда, солар үшін жан тапсырғаны қайда. Мейлі, сюжетті бір кішкене шолып өтейік. Бірінші бөлімнен кейін 16 жыл өтті. Луций Римнен қашып, айдалада өсет. Римге қарсы шайқаста аман қалады да, гладиатор болып, ақыры ессіздер басқаратын Римге жетіп, Колизейде танымал болады. Жалпы сюжеті структурасы бойынша қарайтын болсақ, бірінші бөлімдегідей сиквелді құрастыру жаңағы шарттары бар ғой өзінің. Және сол шарттар бойынша дұрыс жазылған. Мысалы, Максимус кезінде бір жолбарыспен төбелессе, екі жолбарыс болды ма? Жолбарыстармен қана төбелессе дейікші. Бұл жерде Луций мутант маймылдармен де төбелеседі, акулалармен төбелеседі, мүйіз тұмсықпен төбелеседі, бүкіл зоопаркты ұрып шығады жаңағы бала. Максимус жолбарысқа қарсы шыққанда сенің денең түршігеді, өйткені Максимус қанша мықты болса да жай ғана адам, ал Луцийге еш нәрсе батпайды. Біріншіден, компьютерде жасалған жануарлар басты кейіпкерге ешқандай зақым тигізбейтінін түсінесің. Екіншіден, Луций гладиаторға емес, Марвел кейіпкеріне жақындау болып көрінеді, өйткені оның сценарий деген қалқаны бар. Ол соңына дейін жетеді, қасында бәрі өліп жатса да, ол аман қалатынына толықтай сенесің сен. Өйткені түсінесің, бұл балаға еш нәрсе болмауы тиіс, өйткені екінші бөлімді сонша жылдан кейін шығаратын адамдар үшінші бөлімді де көздеп тұр негізі. Луцийді сомдаған Пол Мескал дарынды актер, алайда оның харизмасы Максимустікінде емес, Максимуске жетпейді. Сондықтан қасында Педро Паскаль сомдайтын Акаций бар. Педро Паскальға таңғалам негізі. Кез келген рөлге, кез келген лорға
кіре салады, тап тинақтай болып тұрады сол жерде. Тақтар соғысы болсын, Мандалор болсын, жаңағы DC ғалам болсын, ойын бойынша түсірілген кино болсын, кез келген рөлді алады да тура сол әлемде өмір сүріп жатқандай мықты актерді қатты ұнайды маған негізі. Хоакин Феникс сомдайтын Коматтың орнында екі актермен басты. Олардың бірі біртүрлі істер жұлдызы Джозеф Куин, екіншісі Ақ Лотостан шыққан Фред Хекинджер. Бұл екеуі де Хоакин берген әсерді бере алмады. Жалпы олар билікке қалай келді, таққа қалай отырды, Марк Аврелийге кім боп келеді деген ақпарат атымен жоқ фильмде. Оны мысалы титрмен берсе болатын еді. Фильмнің басында ақыры титрлар бар, 16 жыл өтті деген. Дегенмен ол туралы бірде-бір ақпарат жоқ. Және Ридли Скотт 5 сағаттық бір кино түсіріп, оны студия қатты қырқуға мәжбүр болды деген ойға келдік. Әділет досымыз екеуміз кинода отырған кезде. Негізі фильмнен сазгер Ханс Циммер бас тартқаннан соң түсіне беруге болар еді сиквелдің қажетсіз болғаны. Дегенмен режиссер тіпті бірінші бөлімнің операторы да өз орнында. Айтпақшы, екінші бөлімнің сценаристерінің бірі Питер Крейг деген кісі. Ол бұдан алдым Top Gun Maverick деген фильмнің сценарийін жазған. Ол фильмде біраз жылдардан кейін шыққан сиквел және кассаны жарған сиквел. Сондықтан ол кісіні неге таңдағаны түсінікті. Гладиаторда кассаны жарып жатыр. Ридли Скотт пен Paramount студиясы үшін фильмнің көрсеткіштері рекорд саналады. Бірақ Гладиатор ешқашан екінші бөлімді керек етпеген оқиға еді. Негізі 2001 жылы ақ Ридли Скотт бірінші Гладиатор шыға сала екінші бөлімін дайындап жатырмын деген ақпарат берген еді. Бірінші бөлімнен кейін 15 жыл өтеді. Ол сюжет бойынша Луций Максимустың баласы екенін біліп қояды. Сюжеттік желі бойынша Максимус о дүниеден қайтып келеді. Түсініп тұрғандарыңыздай, бұл сценарийден бас тартты. Ридли Скотт студияда оған рұқсатын берген жоқ. Өйткені Максимустың о дүниеден қайтып келуі ол жаңағы бірінші бөлімдегі драманың бәрін құнсыздатып тастайтын еді. Мейлі басқа сценарий жазайық деді кісілер, және басқа сценарий одан да нашар болды. Ода Максимус о дүниеге түседі, жаңағы өлім періштесіне айналады. Сөйтіп бүкіл соғыстардың бәріне қатысып, ақыры фильмнің соңында Пентагоннан бірақ шығатын болды сюжет бойынша. Түсініп тұрғандарыңыздай, бұндай сюжет ұлы бірінші бөлімнен кейін бұндай сюжетті шығару көрерменнің быт-шытын шығаратын еді. Көрермен бұндай фильмді қабылдамас еді. Бірақ кім білет, мүмкін сол екінші бөлімді шығарғанда, мүмкін екінші Джокерге ондай қатты назар аудармас едік біз, өйткені Ридли Скоттан өткен зат болатын еді ол, понимаете? Құдайға шүкір, бұл сценарийден де бас тартты. Сосын DreamWorks студиясы Paramountқа сатылып, екінші бөлім туралы жаңалықтар жоқ болды. Осылай негізі қалдыра салу керек еді. Өйткені Ридли Скотт пен Paramount екінші бөлім түсіреміз деген кезде екінші бөлімін түсіріп алып, көрермендерге, бірінші бөлімді көрген көрермендерге көптеген сұрақтар салды басына. Мысалы, бірінші шайқаста, бірінші гладиаторлық шайқаста Максимустың өзін қолбасшы ретінде көрсеткені бар ғой. Сол сахна естеріңде ғой, жаңағы мен соғысқа қатысқандарың бар ма деп сұрақ қояды. Сөйтіп сол гладиаторлардың ішінде бір кісі мен сенімен бірге бір соғысқа қатысқаным бар дейді. Басқалар түсінеді, бұл кісінің тәжірибесі бар, осы кісіні тыңдайық деп. Сондай логикалық тұрғыда өте түсінікті бір сахна бар. Ал екінші бөлімде Луций неліктен гладиаторлардың басшысы болып кетті? Оның судағы шайқастарда тәжірибесі қайдан алынды? Неге оны барлығы тыңдайды? Неге ол анасымен сөйлескенде император ұрпағы екенін қабылдамайды да, бірақ басқалармен сөйлескенде Марк Аврелийдің немересі екенін көрсеткісі келеді? Марк Аврелийдің мұра болып қалған сақинасында неліктен Максимус деп жазылып тұр? Сондай бір сұрақ бар тағы. Жалпы бұл фильмде кейіпкерлердің барлығы кішкене тентектеу болып келеді, кішкене бір естері дұрыс емес-ау, кішкене бір құлатып алған-ау кішкентай кезінде деген ой туындайды. Және солардың ішінде Дензел Вашингтон өте мықты кейіпкерді сомдайды. Дензел Оскарға үміткер арасынан шықса, таң қалмаймын. Кейіпкері де ойнағаны да өте мықты. Шыны керек, жалпы фильм өте мықты түсірілген.
Жалпы Ридли Скотт өте мықты режиссер, аты аңызға айналған, және де техникалық тұрғыда бұл фильмге ешбір сұрақ туындамайды. Өте күшті жасалған, масштабы ірі, өте бір әдемі түсірілген, әдемі қойылған фильм. Бөлек туынды ретінде екінші Гладиатор өз заманына сай күшті блокбастер. Бірақ драмасы, сюжеті, кейіпкерлер харизмасы бойынша бірінші бөлімге мүлдем жетпейді. Тіпті бірінші бөлім фанаттарын ренжітетін кино деп айтсам болады. Ең өкініштісі, екінші бөлімнің кассасына назар аударсақ, жақында үшінші бөлім туралы бір жаңалықтарды естіп қалуымыз мүмкін. Студиялардың ақша көздегенінен бала күнгі мықты кинолардың барлығы зардап шегуде. Енді Догманың да жалғасы жазылып жатыр екен, мысалы. Осындайда өз мұрасына қол тигізбеген Стивен Спилбергке рахмет айтқым келеді. Студиялардың қалауы бойынша бірде-бір классикалық фильмне сиквел немесе ремейк жасатпаған кісі. Негізі Миратрикс каналын ойластырған кезде, баста мен Стивен Спилбергтің өмірбаянынан, жаңағы өнеріне шолуынан бастағым келген, сол идеяға ораламау деймін. Ал сіз жақсы кино көріңіздер, келесі көріскенше.